Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Приурал ауылы, Приурал мектеп балабақша кешенінің 3-ші А сынып оқушысы Мырзыков Алан. Абай Құнанбаев күз. Сұр бұлт, түсі суық, қаптайды аспан. Күз болып, тоңқол тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма. Жылқы ойнап биік қасқан, тай жарышқан. Жасыл шөп, бәйсесек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес, жүгірмес, бала солай. Қайыршы шал кемпірдей тісі кетіп, жапырағынан айрылған ағаш борай. Біреу малма шапшиды шалып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енешіне ертіп суда жібін, жас қатындар жыртылған жамайды үйін. Қастырына қатарланып қайтса бермен, астында ақсомсыз жырву бір керуен. Қай ауылда көшенде жабыр қаңқы, күлкі ойын көрінбейді шел шермен. Кемпір шауы құржан қағып бала бүрсен, көңілсіз қара суық қырда жүрсен. Кемік шек сорпа су тимеген соң, үйде ит жоқ тысқан алап қайда көрсен. Күзеу тозған оты жоқ елдің маңы, тұман болар жел соқса шаң тозаны. От жақпаған үйінің сұры қасып, ыстан қорққан қазақтың құрысын жаны.